Тянь-Шань тау жүйесі Қазақстан жерінен 3 тармақ болып өтіп жатыр. Географтар оларды шартты түрде солтүстік, батыс және орталық Тянь-Шань деп бөледі. Тянь-Шань Энжу маржандарының бағдары саяхатшылар бір сапар аясында неше түрлі табиғи географиялық аймақтар мен этномәдениеттік ландшафттарды көре алатындай етіп құрастырылған. Туристік жолдардың бәрі Алматыдан басталады. Баянгөл өзен алқабындағы алғашқы аялдама. Лагерден қарасаң, жер бетінің солтүстік тараптағы ең шеткі 7000 метрлік шыңы Хан Тәңірі көрінеді. Әлемге әйгілі туристік брендке жарнаманың да қажеті жоқ. Теріскей Алатаудың баурайын тұмса табиғат аясын мекендейтін хайуанаттар әлемі осыдан 1000 жыл бұрынғы күйінен еш өзгермеген. Баянгөлден небәрі 1 сағаттық жерде Тұзкөл жатыр. Көл суының құрамы жағынан Өлі теңіздің шипалы суына өте жақын. Шал көдесу алабында жатқан сақ қорғандарының маңы лагер құруға өте ыңғайлы. Бұл не бір қыз-қыз қайнаған тарихи оқиғаларға куә болған жер. Әрине, мыңдаған жылдар, ғасырлар көп нәрсені өзгертеді. Дегенмен, бүгінгі дейін жеткен салт дәстүрлерді көп. Көкпар, аламан бәйге, қазақша күрес, аударыспақ сияқты ойындар ата-бабаларымыздан қалған мұра. Салт атпен саяхатқа шығып, кетмен асуынан өту қалалықтар үшін нағыз сынақ. Дардамты аң аулау шаруашылығында туристер бүркітті аңға салып, саятшылық құрудың мән-жайымен танысады. Экстремалдық жорықтардан кейін Шонжының маңайындағы ыстық су көздеріне тоқтап, демалған рахат екен. Темірлік пен Ұзынбұлақ каньондарының көркі әйгілі Қамалдар алқабынан кем емес. Тек бұл жерде демалушылардың саны аз. Аралап келе жатқанымыз бүтін бір таудың жүйесі. Алайда осы санаулы күннің ішінде әртүрлі ғаламшарға барып қайтқандаймыз. Шелек өзенінің жоғарғы жағы қашанда салқындау болып тұрады. Бұл осы бағдардағы жолы ең қиын жер. Бірақ өте сақ болып келетін түз тағыларын бақылауға бұдан ыңғайлы жер жоқ. Оңтүстік Астана тұрғындары жексенбі күндері Түрген өзені, Қайрақ және Аюлы сарқырамасы, Есік көлі сияқты жерлерге барып демалғанды жақсы көреді. Тянь-Шань Энжу маржандары бағдары солтүстік және орталық Тянь-Шань туристік ресурстардың шағын бөлігін ғана қамтиды. Табиғат сұлулығы мен ландшафтының әр алуандығы Тянь-Шаньда жүздеген қызықты маршруттар құрастыруға мүмкіндік береді.